тікелей айтады, сұрақты қояды, соған ұстаз дайын болып отыру керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін ізденіс болу керек әр уақытта. Самоподготовка дейді ғой, өзіңнің бос уақытында заманауға сай барғанда кездескенде шәкірттерінің, оқушылардың сұрақтарына дайын болу үшін. Мен есіме түседі, бірінші жаңағы сабақ бергенімізде деген. Кіріп келгенде 20 шақты оқушы 40 көз саған қарап отырып, мына не айтар екен деп. Сондай кезеңдер басымыздан өтті. Мектепке кіргенде біраз жастық кезеңдегі білім алған уақыттағылар есіме түседі. Жауабыңызға көп рахмет. Нөмірі 1 орта мектебінің оқушыларына айтар тілектеріңіз болсын. Қазір барлығы бар. Мүмкіншілік молынан. Сол мүмкіндікті жібермеу керек. Мүмкіндік қазір істемесең 2 жылдан кейін одан мүмкіндік келмейді. Ол басқа қажеттіліктер пайда болады. Сондықтан да балдарға айтатыным, қазіргі алатын өмірден, мектептен қазір алу керек. Уақыт қазір зымырап өтіп жатыр, уақыттан қалмау керек. Сол айтатыным. Сондықтан да жақсы азамат болу керек. Жан-жақты патриоттық сезім қалыптасады осы кезде. Сондықтан да тағы да айтам, барлық мүмкіндіктерді пайдалану керек. Бұл заман тез дамып келе жатқан заман, сондықтан да білесе отыру керек. Сол тілектеріңізбен қолтаңбаларыңыз қалдырып кетсеңіздер. Біздің мұғалімнің сұрақтары қалтасында жүр. Қазіргі еліміздің болашағы осы сіздер. Сіздерге қазіргі беріп отырған тәлім тәрбиелері, біздің бүгін келіп отырмыз осы Хромтау ауданы ардагерлер кеңесінің кеңестері, осы мектептегі ұжымның басшысынан бастап ұстаздардың айтып отырған ақылдары, беріп отырған білімдері, негізі аксиома бар. Адамды тәрбиелейтін бірінші отбасы, екінші мектеп, сосын қоғам. Сондықтан соның ішіндегі көп уақыт, қазіргі уақытта жастар мектепте өткізеді.